Осы қалдықтар өңделмей, көбіне өртелу арқылы утилизацияланады. Осы мұнай шламмен айналысайық. Біздің тек қана Қызылорда емес, бүкіл Қазақстанда осы қалдықтар бар. Сабақ, жапырақ түрінде қалдықтар қалады. Қалдық, өсімдік қалдықтары. Соларды термиялық өңдеп, биочар деген зат алып жатыр екен, биокөмір. Күріштің қалдықтарын өзінің қалдығынан алынған өніммен қалдық суды тазартып өзіне суаруға болады. Мұнай шламдарын өңдеу арқылы одан тауарлық мұнайды бөліп алу. Вестфалия деген өңір бар Германияда. Сол жақта бір өндіріс орнына өзіміздің технологиямызды ұсынып, солар біздің технология бойынша қондырғы дайындаған. Өзіміздің даярлап шыққан шәкірттеріміз әрі қарай соны оқып, алғаш қорғап келіп жатқан шәкірттеріміз де бар. Ал біз бүгін Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіне келіп отырмыз. Оның ішінде инженерлік бейіндегі зертханаға. Осы зертхананың бас ғылыми қызметкері, профессор зерттеушісі Нұрбол Орынбасарұлына сұхбат алуға келіп отырмыз. Ал Нұрбол мырза, сәлеметсіз ба? Қайырлы күн. Міне мынандай жаңа көріп шықтық, өте бір қазіргі заманға сай зертханаларыңыз бар екен. Осы өзіңіздің зертхана жайлы, қазіргі істелініп жатқан осы зертханадағы жұмыстар жайлы, содан кейін өздеріңіздің өңірге байланысты қандай ғылыми жұмыстарыңыз бар, сол жайлы айтып кетсеңіз. Рахмет. Жалпы бұл инженерлі бейіндегі зертхана кезінде 2007 жылы бүкіл Қазақстан бойынша 20 зертхана ашылған болатын тұғын. Соның 5-еуі ұлттық зертхана, ұжымдық қолданудағы, және 15-і инженерлік бейіндегі зертхана. Соның бірі осы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде ашылды. 2009 жылы мен өзімнің кандидаттық диссертациямды қорғағаннан кейін осы өзіміздің туған жерімізге, өңірімізге келіп, осы лабораториялардың ашылғаннан кейін келдік. Бұрын ғылыми зерттеу жүргізуге бұл жақта мүмкіндіктер жоқтығын, көбіне оқытушылық қызметпен айналысатын бұл жақтағылар. Енді осы зертхананың ашылғаны бізге кең мүмкіндіктер берді. Ғылыми жұмыстармен айналысуға үлкен кең мүмкіндіктер берді. Негізі мен өзім химия ғылымының ішіндегі іргелі зерттеулермен айналысатын тұғымын. Ол іргелі зерттеулер химиялық синтез, сол химиялық синтездер жүргізу, органикалық синтез, катализаторлар анықтау, катализаторлардың белсенділігін анықтау, химиялық зерттеулер жүргізген кезде, синтездер жүргізген кезде өнімділігін арттыру деген сияқты әртүрлі бағыттағы зерттеулер. Сонымен жүргіздік. Бірақ оның практикалық маңыздылығы онша болмайтын. Оның теориялық, химиялық білімді толықтыру бағытындағы жұмыстар болатын. Практикалық жағы да бар, бірақ оның өндіріске еніп кетуі қиын. Өйткені бұл медициналық бағытта біз әртүрлі ауру қоздырғыш бактериялар, зең, саңырауқұлақтар дейді, соларға қарсы белсенділігі бар жаңа заттар синтездеумен айналысатынымыз. Бірақ енді мынандай заман талабы бар ғой. Заман талабы және қолданбалы зерттеулермен айналысу бағытында. Енді сол қолданбалы зерттеулер бағытында біз бұрын соңды зерттеулер жүргізіп көрмегенбіз, бірақ осы өңірде қандай ахуал бар, қандай проблема бар, оларды қалай шешу керек, сол бағытта іздестіре бастадық. Оның бірі, мысалға, мынау өңірімізде бізде мұнай көп. Мұнай өндіру кезінде және дайындау кезінде көп мөлшерде қалдықтар қалады. Ол мұнай қалдықтары, мұнай шламдары және топырақты ластайды деген сияқты әртүрлі қалдықтар қалады. Одан бөлек біздің өңіріміз, Қызылорда өңірі, негізі күріш өңірі болып табылады. Күрішті жинау кезде көп мөлшерде бізде күріштің сабаны түрінде қалдық қалады, және өңдеу кезінде күріш қауызы түрінде қалдықтар қалады. Осы қалдықтар өңделмей, көбіне өртелу арқылы утилизацияланады. Ал мұнай қалдықтары да өңделуі қиын, мұнай шламдары. Сол себепті тиімсіз, экономикалық тұрғыдан тиімсіз болғандықтан, оларды арнайы резервуарларға салып сақтайды. Оны өңдеуге болмайды. Енді осы бағыттарда көптеген зерттеулермен таныса отырып, біз өзіміз қорытындыға келдік. Қазір айтайын дегенім, бұрын біз өзіміздің зерттеулерімізге әдеби шолу жасау үшін кітапханада
пәленбай күндеп, айлап, апталап, айлап отыратын кездеріміз болатын. Бірақ қазір ақпараттық технологиялардың дамуының арқасында қазір Web of Science және Scopus деген базалар бар ғой. Солар бізге көп мүмкіндік берді. Андай кітапханалар, ғылыми кітапханалар Қызылорда жоқтың қасы. Көбіне Алматы, Мәскеу, басқа жаққа барып іздейтінбіз. Ал қазір өзіміздің үйімізден шықпай-ақ компьютерде отырып, әрі жылдам, қолжетімді сөйтіп ғылыми бағыттармен таныса бастап, сосын осы жерде қандай қолданбалы зерттеулермен жүргізуге болады, сол бағытында тоқталып, осы мұнай шламына кірістік. Мұнай шламын өңдеу арқылы біз қайттан мұнай бөліп алу бойынша жұмыстар жүргіздік. Ол бағытқа кезінде ғылым комитетінен тәуекелді зерттеулер қаржыландыру алғанбыз. Одан кейін ол іргелі бөлігін бітірдік та, қолданбалы аспектілерде дайын болған, бірақ оны өндіріске енгізу бойынша біз әріптес іздедік. Сөйтіп іздегенге табылған дегендей, біздің өңірімізде сол мұнай компанияларына қызмет көрсететін компанияның бір директоры маған келіп, осы мұнай шламмен айналысайық. Біздің тек қана Қызылорда емес, бүкіл Қазақстанда осы қалдықтар бар. Содан соларды өңдеп, өнім шығарайық деп. Содан енді сол жұмысты әрі қарай жалғастырып, бірталай жетістіктерге жетіп, соны коммерцияландыру бойынша натр деген бар, стимулирование инновационных технологий деген бар, сондай конкурстар болды. Ғылым қорына да бердік. 2-3 жылдай біздің жобамызда әртүрлі ескертулермен өтпей жүрді. Содан 2017 жылы біздің жобамыз жеңімпаз атанып, ғылым қорынан алғаш осы өңірде қаржыландыру алып, осы бағытта жұмыстар жүргіздік. Және күріш қалдықтар, мен өзім жұмыс бабымен Еуропа елдеріне, Түркия еліне, тағы да басқа елдерге бара жүріп, күріш қалдықтарын не істеуге болады, қалай өңдеуге болады деп бастадым. Сөйтсем, өзім Португалия елінде болғанда, ол жерде ғалымдар мынау әртүрлі дәрілік өсімдіктерден дәрілік негізгі әсер етуші заттарды бөліп алғаннан кейін сабақ, жапырақ түрінде қалдықтар қалады. Қалдық, өсімдік қалдықтары. Соларды термиялық өңдеп, биочар деген зат алып жатыр екен, биокөмір. Сосын бұны не істейсіңдер деп, ауыл шаруашылығында пайдаланамыз деді. Оған онша назар аударған жоқпыз. Кейін осыдан белсендірілген көмірде алып жатырмыз деді. Сосын белсендірілген көмір енді таныс қой, ана биочар деген таныс емес. Соны келіп, осы жерде жоба қылып беріп, ғылым қорынан қаржыландырып алып, осы күріш қалдықтарынан белсендірілген көмір алу бағытында да жұмыстар жүргіздік. Мысалы, ағаштан, одан алған белсендірілген көмірдің ағаш көміріне қарағанда белсенділігі өте төмен болды. Енді біз соны жоғарылату бағытында, оңтайлы жағдайларын іздестіру бағытында жұмыстар жүргіздік. Оның құрамына мұнай қалдықтарын қосқан кезімізде, оның сорпциялық белсенділігі, яғни суды тазарту белсенділігі ағаштікінен қарағанда әлдеқайда артық болды. Бұл үлкен жетістік болды. Оған патентімізді де алдық. Scopus басындағы журналдарға мақаламыз да шықты. Содан бірақ оны біз ауыз суды тазалауға пайдаланбаймыз, бірақ көп мөлшерде бізде қалдық сулар бар ғой. Соны өңдеу бойынша біз осыны ұсынып отырмыз. Ол қалдық суларды мысалы кейіннен қай уақытта қолдануға болады, тазартылғанда? Ауыл шаруашылығына ма, басқалай ма, қалай? Мысалы техникалық сулар деп атады ғой, тазартылғаннан кейін. Біз енді Қызылорда өңірінде бізде үлкен өндіріс орындары енді ашылып жатқан болмаса, онда үлкен өндіріс орындары жоқ, көп қалдық су қалатын. Бірақ күніне мынау қаладан ақаба сулар дейді, канализациялық ағын судың өзі пәленбай куб метр қалдық түзіледі. Соларды біз тазартып көрдік. Енді химиялық құрамына келген кезде ол біз ауыз су деңгейіне дейін жеткіздік та, бірақ енді микробиологиялық жағын зерттеген жоқпыз. Енді оны ішуге біз ұсына алмаймыз. Бірақ мынау көшедегі өсіп тұрған жасыл желекті суаруға біз ұсынысымыз бар. Және бізде өңірімізде ең көп мөлшерде түзілетін қалдық су ол мынау күрішті суарған кезде көп мөлшерде күріштің өзінен де жерге сіңіп, тұзын жуып алып кететін арнайы коллекторлар бар. Коллекторлар дренажды сулар. Соның құрамындағы тұздардың, пестицидтердің мөлшері өте жоғары. Оны тазартуы да біз үшін маңызды болды. Біз оны тазартып, осы біздің күріштің қалдықтарын өзінің қалдығынан алынған өніммен қалдық суды тазартып өзіне суаруға болады. Қазір бізде үлкен проблема ол су жетіспейді. Сол бағытта да осы жұмысымызды ұсынып отырмыз. Және біздің өңірімізде әртүрлі дәрілік өсімдіктер бар. Ол бағытта да біз зерттеулер жүргізіп, осы өсімдіктерден
биологиялық белсенді компоненттерді бөліп алып, бірақ біз өзіміздің биологиялық зерттеу жүргізуге мүмкіндігіміз жоқ. Біз химиялық зертханамыз. Содан басқа ғылыми зерттеу институттарындағы әріптестерімізге жіберіп, солардың нәтижелерін көріп, атеросклероз, тағы да басқа ауруларды емдеуге мүмкіндігі бар екенін анықтадық. Бұл енді Ресейдің ғалымдарымен бірге жүргізілген жұмыс. Енді оның нәтижесі кейін мен Еуропаға барып жүргенімде, ол жақта қазір Паркинсон, Альцгеймер деген аурулар бар ғой. Қазір жиіледі. Олар емі жоқ қазіргі таңда. Симптомдарын азайтып қоятын дәрілер ішеді. Мысалы, біздің температурамыз көтерілгенде парацетамол ішетіміз сияқты, тағы да әртүрлі симптоматикалық дәрілер бар. Сол сияқты симптоматикалық дәрілерді береді, оны қазіргі таңда емдей алмайды. Соның негізгі түзілуі мынау амилоидты фибрилдер дейді ғой, мида түзілетін белоктар дұрыс емес құрылымда түзіледі. Осылар сол ауруға алып келеді. Енді оны емдеуде қазіргі таңда дәрі жоқ дедім, бірақ ғалымдар анықтаған фуллерендер көп дәріні ми қабылдамайды. Гематоэнцефалический барьер деген бар ғой. Оған флавоноид, өзінің құрылысы, флавоноидтар өсімдіктерінен алынған. Соның құрылысы бойынша соны амилоид фибрилдердің түзілуін тежейтін қасиеті бар. Бірақ барьерден өте алмайды, гематоэнцефалический. Бірақ ғалымдар сол гематоэнцефалический барьерден фуллерендерін өте алатындығын байқаған. Сосын оның да эффектісі бар, бірақ ол жоғары емес. Енді қазір бізде тұрған міндет осы фуллерендерді флавоноидтармен әрекеттестіріп, модификациялап, соны емдейтін, еритін формаға көшіп, барьерден өтіп, амилоид фибрилдердің түзілуін тежейтін дәрі, сосын әрі қарай анауда аурудың дамуы тоқтап қалады деген алдын ала зерттеулер жүргізген, сол бойынша жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Мысалы, енді әрбір аурудың бастамасы болады ғой, бастамасы болады, алдындағы бастамаға оны емдеуге болады, или сол моментте тежеуге болады, ары қарай асқындырмай. Өндіріске енген бір проектлеріңіз бар ма? Өндіріске осы айтылып өткен жобалардың ішіндегі қазіргі таңда өндіріске еніп, оның қазір іске қосылуын біз жақында ғана бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарияладық. Мұнай шламдарын өңдеу арқылы одан тауарлық мұнайды бөліп алу. Оның артықшылығы неде? Қазіргі таңға дейін ғалымдардың жасаған жұмыстары бар. Сол мұнай шламдарынан мұнайды бөліп алу, тауарлық мұнайды. Ол өзінің ішіндегі мүмкіндігінен 40-50% ғана бөліп алатын. Және ол алынған технологиямен алынған мұнайдың бағасы жерден шыққан мұнайдан әлдеқайда жоғары болып шықты. Сол себепті ол тиімді болған соң, мұнай компаниялар оған қызыққан жоқ. Ал біздің технология бойынша, біздің тағы да өзіміздің ішінде қосқан ноу-хауларымыз бар. Сол арқылы біз мұнай шламының ішіндегі мүмкін мұнайдан 98-99% дейін бөліп аламыз. Сөйтіп, оның өзіндік құны жерден шыққан мұнайдан әлдеқайда төмен болып тұр. Сөйтіп, біз осындай нәтижелерімізді өндіріске енгізіп, қазіргі таңда жұмыс атқарып жатырмыз. Экономикалық жағында да тиімді болып тұр. Мысалға, біз бірінші жылдары бұл жаңа дүние болған соң, біз өзімізде әртүрлі машина жасау мекемелер жоқ, өндіріс орындары. Біздің өзіміздің технологиямыз бойынша Вестфалия деген өңір бар, Германияда. Сол жақта бір өндіріс орнына өзіміздің технологиямызды ұсынып, солар біздің технология бойынша қондырғы дайындаған. Оны бастапқы пусконаладка дейді, сол бағытта жүргізе бастаған кезде де бір дұрыс емес бағыттары, енді олшылықтар болады, олқылықтар. Солардың бәрін жөндеп, 3 жылдай жұмыс жүргізіп, сосын барып, опытно-промышленный испытание дейді. Соны 2 жыл жүргізіп, 5 жыл дегенде қазір өндірістік масштабқа шықтық. Қазіргі таңда жұмысымыз өзінің деңгейінде жүріп жатыр. Ал енді Нұрбол мырза, міне өте жақсы, мысалы мынандай Қызылорда университетінде сіздер сияқты ғалымдар бар. Енді мынау шәкірттер жағы қалай? Мен өзім осы университетте студенттерге дәріс беремін. Сол дәріс беру бағытында студенттер өте көп қой. Ол студенттерге сабақ бергеннен кейін айтам, ішінде талабы бар балаларға. Сендер сабақтан бос уақыттарында осы инженерлік бейіндегі зертхана бар өзімізде. Бұл жерге кейбір сабақтарда өтеді, бірақ негізінен сабақта ғылыми зерттеу жұмысын жүргізуге мүмкіндік жоқ қой. Сол себепті осында келіңдер, көріңдер, танысыңдар, біздің ғылыми зерттеу жұмыстарына қатысыңдар деп айтамын. Содан келіп, біріншісінде барлығы наура қызығып келеді. Сосын жұмыстың 1-2 күн көреді, нәтиже жоқ, 1 ай өтеді.
жарты жыл өтеді, нәтиже жоқ. ғылым деген енемен құдық қазғандай. Қаша бастайды. 2-3 күннен қашып кететіндері бар, 1 аптаға дейін шыдайтыны бар, 1 айға дейін шыдайтыны бар. Сөйтіп кететіндер кетіп қалады да, соның ішінен іріктеліп балалар қалып жатады. Солардан өте жақсы талабы бар балдар шығады, соларды біз әрі қарай тәрбиелейміз. Шәкірттеріңіз бар? Шәкірттер соларды тәрбиелеп, әрі қарай өзінің нәтижесін көрсете бастағаннан кейін біздің жобаларға қосамыз. Ол студент үшін кішігірім жалақы алса, ол да үлкен жетістік қой, соған қуана осы жерде жұмыс атқарып бітіргеннен кейін магистратураға түсіңдер осы жерге. Немесе ресейлік әріптестеріміз бар, соларға жібереміз. Одан кейін докторантураға түсіңдер. Ресейдегі әріптестерімізге неге аспирантураға барыңдар деп сөйтіп, өзіміздің даярлап шыққан шәкірттеріміз әрі қарай соны оқып, алғаш қорғап келіп жатқан шәкірттеріміз де бар. Тағы да жақында қорғайтындар шәкірттеріміз бар. Сөйтіп, қазіргі таңда мынау жүргізіліп жатқан жұмыстардың барлығы жас балдардың ортасында шәкірттермен бірыңғай жастармен бірге жұмыстарды атқарып жатырмыз. Ұжымда неше адам бар? Бұл инженерлік бейіндегі зертханада бірқатар ғылыми зерттеулер жұмыстары жүргізіледі. Сол жұмыстардың қатарында осы жерде байқасаңыз, біреу медицина, біреу ауыл шаруашылығы, біреуі мұнаймен де байланысты. Сол мен көбіне әдебиеттермен жұмыс істеп идеяларды тастап отырамын балаларға, сосын жетекшілік жасап отырамын. Сөйтіп бәрін қосқан кезде бір студенттердің бәрін қосқанда бір 15 шақты адам бар. Сол бірігіп осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Ең үлкені деймін, өзінен бар болғаны 2 жасқа жуық кіші, кезінде ол да студентім болған. Ақатаев Нұрлыбек қазір осы жерде бірге жұмыс атқарып жатыр, бірге жобалар атқарып жатыр. Бір жобамыздың жетекшісі қазіргі таңда, ол ғылым кандидаты. Одан кейін Ақылбеков Нұрғали, PhD доктор. Қазір мен кезінде осы зертхананы басқарғанмын, бірақ зертхананы басқару кезінде көптеген әкімшілік жұмыстар, былай көп жерге бару керек болады. Біз бұрын соңды болмаған осы кішкентай ғана зертханада 4 жоба іске асырып жатырмыз. Оның ішінде халықаралық жоба да бар, өндіріске ендіру жобалары да бар, бағдарламалы нысаналы жобаларымыз да бар. Сол бағытта жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Өте жақсы, жақсы бір бағытқа қойылған дұрыс жол екен.